FIFA осы жылғы әлем чемпионатының финалында Аргентина ойыншылары испан футболшыларына шабуыл жасағаннан кейін турнир тарихындағы ең қатаң жазалардың бірін тағайындады. Жартылай қорғаушы Леонардо Паредес Испания құрамасының ойыншысы Эрик Гарсияның тамағынан алып, Гавиді жерге итеріп жібергені үшін 10 матчқа шеттетілді. Бұл жаза оны Луис Суарестің 2014 жылғы атышулы дисквалификациясымен бір қатарға қойып, турнир тарихындағы ең ауыр жазалардың біріне айналды. Қорғаушы Науль Молина 7 кездесуге, ал Тиаго Альмада бір ойынға шеттетілді. Олардың барлығына 76 мың евроға дейін айыппұл салынды. Испаниялық Гавиде бір матчтық дисквалификация алды. Аргентина бапкері Роберто Аялаға да 3 матчтық шектеу қойылып, айыппұл салынды. Ал Аргентина футбол федерациясына турнир барысындағы бір қатар оқиғалар, соның ішінде Фолкленд аралдары туралы саяси баннер мен жанкүйерлердің дискриминациялық ұрандары үшін 94 мың евро айыппұл салынды. Енді федерацияға нәсілшілдікке қарсы жобаларға 85 мың евро жұмсау міндеттеледі.